Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай клубника в шоколаде жасайтын боламыз. Өте дәмді және де үй жағдайында жасалады. Ең алдымен осындай клубникамызды алып, жуып, ыдысқа салып аламыз. Одан кейін кішкентай ыдысымызға шоколадымызды алып, салып аламыз. Мен осындай альпенгольдтың көк түрін қолдандым, яғни молочный шоколад. Ашып, бәрін салып, дайындап аламыз. Мен 2 шоколадты қолдандым, яғни шоколадтың 50%-ын ыдысымызға салып аламыз. Одан кейін астында суы бар жалпақ ыдысымызға салып, араластыра отырып ерітеміз. Яғни шоколадымыз бізде әдемі және күшті болып қату үшін біз оны 50 градусқа дейін жылытып, одан кейін араластыра отыру арқылы біз оны суытуымыз керек. Яғни біз 45-ке көтеріп, 30-ға дейін азайтуымыз керек. Енді біз жарты шоколадымызды ыстық шоколадымызға салып, араластырып, шоколадымызды суытатын боламыз. Және де шоколадты еріткен кезде кейбіреуі микроволновка немесе бу арқылы ерітеді. Мен бу арқылы еріттім. Ең алдымен бу арқылы түсіндіріп кетейін. Бумен еріткен кезде біз яғни сковородка немесе қазанды алып, кішкене су құйып, отты жоғары қыламыз. Яғни ол су қайнау керек, қайнамаса да жылы болу керек. Және де осындай кішкентай ыдысымызды салып, абай болып ұстап араластырамыз. Яғни ол жылы судың арқасында ериді. Ал егер де сіз микроволновка, яғни қысқа толқынды пеш арқылы ерітсеңіз, онда сіз 10 секунд сайын оны шығарып, араластырып отыруыңыз керексіз. Егер де сіз одан да көп немесе мысалы 30 секунд 1 минут ұстап тұрсаңыз, онда ол біздің шоколад күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан да одан да бумен еріткен ыңғайлырақ болады. Енді біз шоколадымызға кішкене 1 шай қасықтай сұйық майымызды қосып араластырамыз. Шоколадымыз дайын болғаннан кейін клубникаларымызды алып, осындай қағаз сүлгінің көмегімен кептіріп аламыз. Ең бастысы клубникаларымыз езіліп кетпеуі керек. Міне видеода көрсетілгендей шоколадқа батырып алғаннан кейін ыдысымызға саламыз. Мен ыдысыма пергамент қағазын төседім. Егер де пергамент болмаса, онда жай ғана ыдысқа қойсаңыздар да болады, жабыспайды. Барлығын осылай жасап шығамыз. Видеода көрсетілгенде жасасаңыздар, сіздерде де 100% шығатыны сенімдімін. Өте оңай жасалуы, жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Осындай күшті, әдемі болып шығады. Ең бастысы дәмді. Сіздер неше түрлі заттармен сәндесеңіздер де болады. Ол сіздердің еріктеріңізде. Міне бұл ішіндегі разрез. Видеода айтқан ережелерді қолдансаңыздар, сіздерде міндетті түрде шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ас болсын!